Екінші әдіс контрол тоқтар әдісі. Екінші тапсырмада біз осы берілген схеманы бір схемада контрол тоқтар әдісімен әр тармақтағы тоқтарды анықтаймыз. Оны анықтау үшін схемамызға қайта ораламыз. Сол схема мына жерде қосымша тоқ көзін алып тастадық. Е6 екі тоқтың бағыттары бәрі бар. Енді осы схеманы біз ары қарай контрол тоқтар әдісімен есептейік. Оны есептеу үшін сендерге мынандай теңдеулер жүйесін құруымыз керек. Және ол жерде біз контурларды неше контур бар және неше контурлы тоқ бар екенін анықтап алуымыз керек. Бізде схемада 3 контур бар. Бірінші контур, екінші контур және үшінші контур. Әр контурдың өзінің тоғы болады. Бірінші контурдың тоғы сағат тілімен бағыттас айланады деп шарт қоямыз да, оны I1-1 деп белгілейміз. Екінші контурдың тоғы тоже сағат тілімен бағыттас айланады дейміз де, оны I2-2 деп белгілейміз. Үшінші контурдың тоғы тоже сағат тілімен бағыттас бағыты, оны I3-3 деп белгілейміз. Енді теңдеулер жүйесін Кирговтың екінші заңына байланысты құрамыз. Яғни контурдағы кернеулердің қосындысы сол контурдағы электр қозғаушы күшке тең. Мына тұрған бірінші теңдеуіміз тек қана бірінші контурға негізделген. Яғни біз бұнда тек бірінші контурға қараймыз. Бірінші контурдың негізгі тоғы, контурный тоғы I1-1. Жаз қоямыз I1-1. Жақшаны ашамыз, ішіне бірінші контурдағы барлық кедергілердің қосындысын жазамыз. Бірінші контурда R2, R3, R4 біріне жаздық. Жақшаны жабамыз, ары қарай минус дейсіңдер. I2-2. Яғни біз бірінші контурды екінші контурмен салыстырамыз. Не бізде бірінші контур тұр, не бізде екінші контур тұр. Екеуіне ортақ кедергіні іздейміз. Екеуіне ортақ кедергі R2. Яғни бірінші контур мен екінші контур R2 арқылы байланысып жатыр. I2-2 көбейту R2 дейміз. Тағы да минус дейміз. Бірінші контурды үшінші контурмен салыстырамыз. Міне бізде бірінші контур, үшінші контур, екеуіне ортақ кедергі R4, яғни I3-3-ті көбейтеміз R4-ке. Басқа контур жоқ, тең дейміз. Бірінші контурдағы электр қозғаушы күштердің қосындысы. Бірінші контурда бір ғана электр қозғаушы күш, соны жазамыз. Оның алды таңбасы оң болады, себебі электр қозғаушы күштің бағыты контурдың тоғының бағытымен бағыттас, яғни сағат тілімен бағыттас болып тұр. Енді мына схемада негізгі тұрған қосылғышты кедергілердің қосылғышы бар көбейтіндінің алды әрқашан оң болады да, қалғандарының алды теріс болады, қалған көбейтінділердің. Бұл қай жағдайда? Егер біз барлық контурдағы контурдың тоқтарын сағат тілімен бағыттас деп алсақ, 3 контурда да тоқтар сағат тілімен бағыттас болса, онда мына қалған тоқтардың алдына минус таңбасын қоямыз. Енді екінші теңдеуді қарайық. Екінші теңдеу екінші контурға негізделген. Оның негізгі тоғы I2-2, оның алды оң болады. Жақшаны ашамыз. Екінші контурдағы кедергілердің қосындысын аламыз. R1 қосылған R2 қосылған R5. Екінші контурды бірінші контурмен байланыстырамыз. Ортақ кедергісі R2. Бірінші I1-1 көбейту R2 дейміз. Екінші контурды үшінші контурмен байланыстырамыз. Екеуіне, міне бізде екінші контур, үшінші контур. Екеуіне ортақ кедергі R5, яғни минус I3-3 көбейту R5 дейміз. Тең болады. Екінші контурдың электр қозғаушы күші, оның таңбасын минус дейміз. Міне екінші контурда бізде E1, оның бағыты контур тоғының бағытына қарама-қарсы. Контур тоғы сағат тілімен бағыттас, электр қозғаушы күш қарама-қарсы. Сондықтан минус қоямыз. Осылайша үшінші контурды да жазып шығасыңдар. Ары қарай біз теңдеулер жүйесінен матрица құрамыз. Матрицаның анықтауы үшін дельта дейміз. Тік жақшаны ашамыз. Мына үстіне реттеліп орналасқан тоқтарды белгілейміз. Контур тоқтарын I1-1, I2-2, I3-3.